Кеш қарайғанда жарықсыз қаламыз. Тараз қаласының дәл іргесінде орналасқан Айша Бибі ауылының тұрғындары осылай деп шағымданып отыр. Халықтың сөзінше жарық сағаттап емес, тәулік бойы өшетін көрінеді. Салдарынан тіпті бірнеше үйдің су жаңа техникалары күйіп кеткен. Қордаланған мәселелер мұнымен бітпейді. Назерке Аяз тұрғындардың тілегін тыңдап қайтты. Бүгін үш рет па, 4 рет өшті міне бүгіннің өзінде. Кішкентай жаңбыр жауғанның өзінде. Мен холодильник күйіп кетті, телевизор күйіп кетті. Қазір жел тұрса, жаңбыр жауса уже қорқатын болып, барамда свет шықпаймын. Әкім жауапты ма? Жоқ, қарапайым халық өсіп шырылдап. Мысалы, көбісі өшеде көп балалы ана, инвалидте бар осырада. Жұмыссыз отырғандар бар. Бүтін бір ауылды алаңдатқан мәселе 5 жылдан бері шешімін таппай келеді. Сапасыз электр жарығы жырға айналып, жұрттың мазасы кеткен. Әкімдік есігін қағып, табалдырығын тоздырған тұрғындар талай өтініште жазған. Бірақ нәтижесіз. Кез келген уақытта сөне қалатын жарықтың салдарынан жұрт ас ауқат іше алмай. Балалар кеште сабақ оқи алмай қиналуда. Біз істеп береміз дейді. Істеп береміз деп келе жатқанына міне. Алла қаласа бір 17 жыл болды. 17 жыл болды. Аха, суткалап өшіп қалады. Ай, біраз өмір бақы өшеді ғой ол, құдай ол. Постоянно өшіп тұратын свет қой ол. Ауылда қордаланған тағы бір мәселе бар. Жыртық жамау болған жолда тұрғындардың әбден титығына тиіп біткен. Жауаптылар жылда жөндейміз деп уәдені үйіп төгеді дейді. Анау біреудің есігінің алдымен айналып өтіп жатыр балашаға. Батпақ кешіп күнделікті. Осы ана мектепке бәрі соған қатынайды. Азынан кешке дейін жаңағы батпақпен сумен барамыз. 3 аяқ киім тауыстық уже былайша айтқанда. 6 мыңға жуық тұрғыны бар Айша Бибі ауылдық округінің жолының түрі міне мынадай. Өздеріңіз көріп тұрғандай жолдың арғы бетінен бергі бетіне өту үшін мынадай көлшікті басып өтуге тура келеді. Халық жиналған жерге ауыл әкімі де келді. Қордаланған мәселелердің барын жоққа шығармады, бірақ бюджетке қарап отыр. Өйткені ауылдағы жарық жиі өшетін 4 көшедегі үйлер жаңадан соғылғанын жеткізді. Ал тоз-тозы шыққан тас жолдар 2024 жылға дейін түбегейлі жөнделеді деді. Свет мәселесіне келетін болсақ, Асанбай Асқаров және Манан Абдуғалиев көшелері Шолдалаға кететін десятка линияға жаланған. Ауа райына байланысты ақау болғандықтан осы екі көше свет өшірілген. Осы ауылдың өзінің мына воинский часть дейміз, сол жақтың линиясына қосамыз деп отыр. Ол бірақ келесі аптаның ішінде жасалынады. Асанбай Асқаров көшесіне қаржы бөлінді, биыл асфальттанады. Қазір конкурс өтуде. Мердігер анықталғаннан кейін асфальт жүргізіледі. Манан Абдуғалиев көшесіне келетін болсақ, сметасы әзірленген, өтінім берілген, бюджеттік комиссияда қолдау тапқан жағдайда асфальттанады. Десе де тұрғындар жылдар бойы сылдыр сөз, құрғақ уәдеге тойдық деп отыр. Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан ауылға қоғамдық көлікте қатынамайды. Ал мәселе аудан әкімдігіне бұған дейін көтерілген бе? Сауал жолдадық. Айша Бибі ауылына қатысты мәселе көтерілді. Ағымдағы жылы округке қарасты өзге жолдарды жөндеу жоспарланып отыр. Биылдан бастап Төле би көшесіне 11 миллион 732 мың, Асқаров көшесіне 9 миллион 962 мың, Арын көшесіне 32 миллион 130 мың теңге, Кербұлақ тас жолына 4 миллион 578 мың теңге қаржы бөлінген. Ал Абдуалиев, Байжігітов көшелерінің жобалық сметалық құжаттары аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөліміне ұсынылды. Аудан әкімдігіне қарасты жауаптылардың жауабы осындай болды. Ұзақ жылдар бойы шешімін таппай келген Айша Бибі ауылы тұрғындарының мәселесі енді арна тілшілерінің назарында болмақ. Назерке Аяз, Елеман Жұрақұл, Мейіржан Ерболат, Аймақ.